Буындарға тән ең көп таралған ауруларды қарастырайық. Артрит. Артрит термині оның әртүрлі элементтері әсер ететін буындардың әртүрлі қабыну аурулары ретінде түсініледі. Аурудың туындауына әртүрлі инфекциялар, жарақаттар, алмасу және иммундық бұзылулар, ісіктер себеп болуы мүмкін. Артрит бір буынға моноартрит, 2-3 буынға олигоартрит және 3-тен көп буынға полиартрит зақым келтіруі мүмкін. Артрит түрлері. Инфекциялық жергілікті инфекциядан туындаған қабыну. Реактивті кез келген буыннан тыс инфекцияға реакция. Микрокристалды, мысалы, подагра артриті, ағзадағы зәр қышқылының жиналуына байланысты буындарда шөгінділер пайда болатын зат алмасудың бұзылуы. Жарақат салдарынан. Әртүрлі аутоиммундық процестермен байланысты, мысалы, псориазбен ауыратын науқастарда кездеседі. Артрит белгілері. Буындағы ауырсыну. Буын пішінінің өзгеруі, олардың деформациясы. Қозғалыс қызметінің бұзылуы, қозғалыс кезіндегі кідіріс. Зақымдалған буындар аймағындағы тері температурасы мен түсінің өзгеруі. Артроз. Артроз буындардың дегенеративті дистрофиялық ауру болып табылады. Артроздың негізгі екі түрі бар, бастапқы, идиопатикалық және қайталама. Бірінші жағдайда аурудың тікелей себебін анықтау мүмкін емес. Екіншісінде ол әртүрлі факторлар мен аурулардың салдары ретінде қалыптасады. Сонымен тұқым қуалаушылық, жарақат, созылмалы буын аурулары, жүйелі метаболикалық аурулар артроздың себебі болуы мүмкін. Сондай-ақ буындарға ұзақ уақыт шамадан тыс жүктеме түсуі, артық салмақ ауру туындау қаупін арттырады. Артроз белгілері. Буындағы ауырсыну. Қозғалыстардың шектелуі, таңертең 30 минутқа дейін қозғалыстағы кідірістер. Буындағы үйкеліс сезімі. Буындағы деформация. Буындарды қалай емдейді? Буын аурулары кезінде әртүрлі емдеу әдістері қолданылады. Ол өмір сүру салтын өзгерту, дәрі-дәрмек терапиясы және ота жасауды қамтиды. Өмір сүру салтын өзгерту. Буындарды емдеу бойынша ұсыныстар әрқашан өмір сүру салтын өзгертуден басталады. Ревматолог дәрігер. Анна Тарасованың айтуынша дәрігерлер артық салмаққа үнемі назар аударады. Майлы тіндердің шамадан тыс болуы денеде, соның ішінде буындарда қабынудың жоғары деңгейіне ықпал етеді. Бұл сонымен қатар аяқтардағы буындарға қосымша жүктеме болады. Темекі шегуден бас тарту. Маңызды. Өйткені бұл теріс әдет буынның дегенеративті және қабыну ауруларының туындауындағы дәлелденген факторы болып табылады. Аяқ буындарындағы ауырсыну кезінде табанның ортопедиялық түзетуіне ерекше назар аударылады. Буындарға түсетін жүктемені азайту үшін арнайы төсеніштер, саусақаралық корректорлар, ыңғайлы аяқ киім қолданылады. Физикалық жүктеменің дұрыс болуы өте маңызды. Буындар үшін қозғалыс пайдалы, бірақ қосымша жарақат алмас үшін қозғалыс шамадан тыс болмауы керек. Жеке оңалту кешенін таңдау үшін емдік дене тәрбиесі дәрігеріне жүгінген дұрыс. Аяқтағы зақымдалған буын жүктемесін уақытша жеңілдету үшін таяқ немесе балдақ қолдануға болады. Үй жағдайында буындарды қалай сау сақтауға болады? Буындарды сау ұстауға көмектесетін бірнеше қарапайым, бірақ тиімді әдіс бар. Қалыпты салмақты сақтау. Жоғарыда айтылғандай, артық салмақ буындарға жүктемені арттырады да, бұл буындардың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Артық салмақ денедегі қабыну процестерін қоздырады, және бұл буындарға кері әсер етуі мүмкін. Дұрыс тамақтану. Белгілі бір минералдар мен витаминдердің жетіспеушілігі немесе артық болуы сүйек пен буын ауруларының қаупін арттырады. Ағзадағы витамині мен кальцийдің қалыпты деңгейін сақтау өте маңызды. Ыңғайлы аяқ киім кию. Аяқты қысатын аяқ киім, қатты табан, тым биік және тұрақсыз өкше буындардың шамадан тыс жүктелуіне және олардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Орташа физикалық жүктемелер орындау. Бұлшықеттерді күшейту, икемділік пен тепе-теңдік жаттығуларын орындау өте маңызды. Алайда шамадан тыс дене жүктемесі буындарға теріс әсер етуі, яғни жарақатқа, зақымдалуына және біртіндеп бұзылуына әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Темекіден бас тарту. Бұл теріс әдет ағзаның кальцийді тиімді сіңіруіне жол бермейді. Бұл кейінірек буындардың бұзылуына әкелуі мүмкін.